Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Айдананың қуыршағы бірінші бөлімін айтып беремін. Сөйтіп олар қайтуға жиналдым. 10 күн 10 сағаттай тез өтті. Әкесі тағы демалған кезде осында келіп демаламыз деді. Шамасы әкесіне де демалыс аз болып қалған сияқты. Арман ағасы күнде бір жерге бара бермей, бармаған жерлерімізге барайық та, деді Арман. Олар жыл сайын Түркияға барып демалатын. Олар бірінші рет Жапон еліне келіп демалған. Айдананың есінде мүлдем Түркияға барған есінде жоқ. Бірақ бұл демалыс Айдананың есінде қалады. Жапон тілінде қызметшісі қатал екен. Олар сөмкелерін тексерте берді. Көп тексерді. Қызметші Айдананың қолындағы не деді? Жапон тілінде. Бермеймін, деп Айдана оның қойнына тықты. Анасы Жапон тілінде, қызым, бере қойшы, бұл жай ғана қуыршақ қой. Көреді де, қайтып береді, деді. Сөйтіп, сол кезде қызметші жарайды, өте берсін, деді. Олар өздерінің үйлеріне келді. Тамақ ішіп болған соң, Арман, мен достарыммен ойнаймын, деп сыртқа шығып кетті. Айдана анасына, анашым, қуыршағыма ат қояйықшы, деді. Анасы, сен мүлдем бізге қуыршағыңды көрсетпедің ғой. Көрсетші әкеңе, деді. Я, қызым, көрсетші маған. Бұл қуыршақ па көрейік, деді әкесі. Айдана қуыршағын бергісі келмей, жоқ, бұл тірі қуыршақ. Бұның мен қозғалғанын көрдім, деді. Әкесі, бұның бір зияны жоқ па, деді. Қызы, жоқ, әке, бұл зиянды емес, деді. Деп жауап берді. Әкесі, қызым енді берші, көрейін, деді. Сөйтіп қызы Айдана берді. Әкесі оны шайқап көрді. Айдана, әке, шайқама, деп жырпыр болды. Әкесі, пышақ әкелші, деді әйеліне. Айдана, жоқ, әке, сіз оны пышақпен кесесіз бе? Егер сіз оны пышақпен кессеңіз, ол өліп қалады ғой, деді. Әкесі, жоқ, қызым, қуыршақ мынаның ішінде, ал мынау қуыршақтың үйі, деп жауап берді. Пышақты бір жерге тығып еді, сөйтіп үйі тез сынып қалды. Оның ішінен көлемі Айдананың жұдырығындай, өзі әппақ, беті қотыр бір нәрсе шықты, бір зат шықты. Айдана, мынау ма қуыршақ, деп көңілге түсіп кетті. Ал әкесі, міне ғажап, міне тамаша, деп орнынан атып тұрып, Айдананың бетінен сүйіп айналдырды. Егерде балалар, бұл заттың не екенін білгілеріңіз келсе, онда Айдананың қуыршағы ертегінің 2-ші бөлімін күтіңіздер. Сау болыңыздар.